Ассалаумағалейкум, қадірлі достар. Мен бүгін өздеріңіздің алдыңызға Қазақстан келген евродепутаттармен кездесуге байланысты шығып отырмын. Сондағы негізгі айтылған мәселелер, сөз болған мәселелер, ол қаңтар қырғыны мәселесі, адам құқығын қорғау, соның ішінде партия құру құқығын қорғау. Өздеріңіз білесіздер, біздер қазір партия құрып жатырмыз, соған көптеген кедергілер жасалып жатыр. Оған біздің қаңтар қырғыны орталығынан мен және Әсет Әбішев қатыстық. Әсет Әбішев қаңтар қырғынына байланысты қазір жүріп отырған қамау, қинау, азаптау арқылы бейкүнә адамдарды терроршы жасау әрекеттеріне байланысты әңгіме айтты. Ол өзі де соған шалдыққан болатын. Ал мен Алға Қазақстан партиясын құру барысында жаңағы айтқандай биліктің, Тоқаевтың жасап жатқан кедергілерін айтып кеттім. Нақтылай айтсам, өздеріңіз білесіздер, сәуір айында біз партия құратынымыз жөнінде мәлімдеме жасадық. Одан кейін құжаттарымызды дайындап, заң бойынша әділетсіз министрлікке тапсырдық. Сол күні олар алдыда 2 сағаттан кейін біздің берген заң бойынша 1000-нан кем болмау керек қой десем. Біз 1584 адамның тізімін бергенбіз. Солардың барлығын бірден жоққа шығарды. Барлығы да өлі жан дегенді мәлімдеді. Сөйтіп, құжаттарымызды қайтарып тастады. Әрине біз оған көнген жоқпыз. Сотқа бердік. Бірақ сот ақыр аяғында, ұзын сөздің қысқасы, сол әділетсіз министрліктің әділетсіздіктерін, заңсыздықтарын дұрыс қылып шығарды. Әділетсіз министрлік сіздердің берген тізімдеріңіздің ішінде қайтыс болғандар, кәмелетке толмағандар, шетелдік азаматтар және тағы басқа сәйкессіздіктер бар деді. Біз әрине талап еттік. Біздің тізімімізде нақты қанша адам және қандай сәйкессіздікті көрдіңіздер деп. Соған ешқандай жауап болған жоқ. Сосын біз айттық қой, енді қарайық, онда көрейік деп. Содан жаңағы, ол енді онлайн сот қой. Ол ар жағында экранның олай-бұлай бірдеме істегендей болып шұқынып отырды да, бір кезде министрліктің берген файлы ашылмайды деп қарап отыр. Сөйтті де, содан кейін ақыр аяғында, ұзын сөздің тағы да қысқасы, министрліктің істеген істері заңды деген шешім шығарды. Біздің талап арымызды қанағаттандырмай қалдырды. Осының өзінен көрініп отыр, әділетсіз министрлікпенен қуыршақ сот өзара келісіп алған осындай өрескел заңсыз әрекетті жасап, біздің жолымызды кесті. Міне осындай тірлік жасап жатырмыз. Соның бәрін айтып бердік. Сосын енді жаңағы бізге жолығып отырған Еуропарламенттің 4 депутаты сұрақтар қойды. Сол сұрақтарынан және жалпы мынау айтқан әңгімелерінен байқағаным, бұлар жалпы мынау біздің Қазақстандағы жағдайға өте қызығушылықпен қарап отыр. Осы жағдай бізге әрине өте пайдалы жағдай. Сосын мен оларға бір өз тарапымнан тағы да қосымша айтқаным, неге мынау әділетсіз министрлік, сот өздерін осылай көрсетіп жатыр? Неге олар заңды аяққа таптап тірлік жасайды? Өйткені дедім, Назарбаевтың бұрынғы суперпрезиденттік диктаторлық полициялық режимі қандай болса, Назарбаев өз орнына қойып кеткен Тоқаев, оны тап сол қалпында сақтап өзі пайдаланып отыр. Өткендегі референдумы да бос сөз, өйткені онда демократиялық өзгерістер өткізді деген тек әр жерін шұқыған түкке тұрмайтын өзгерістер. Ал негізгі басты диктаторлық өкілеттіктер бәрі орында қалды. Атап айтқанда, мына айталық соттарды түгел Тоқаев, Назарбаев сияқты өзі тағайындайды. Әкімдерді өзі тағайындайды, министрлерді өзі тағайындайды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасын өзі тағайындайды. Тағы басқа сондай ең жоғары лауазым иелерін түгел өзі тағайындағаннан кейін, олардың бәрі бұның ашса алақанда, жұмса жұдырығында. Сондықтан әрине бұл жөнінде әңгіме айқын. Соны айтып бердім. Сосын кездесу аяқталғаннан кейін депутаттар бізбен қоштасып жатып, біреуі поляк, аздап орысша біледі екен.
сол менімен сөйлескен кезде мен оған айттым. Осы соңғы 2 митингі 20 менен 21-і өтті, онда ешкімді ұстау, қамау әрекеті болған жоқ дедім. Өйткені дедім, бұған сіздерге рахмет айту керек. Сіздер келгеннен кейін солай болды дедім. Ал енді қашан кетейін деп жатсыздар? Ертең таңертең. Олай болса, қалай сіздер кетесіздер? Бұлар тағы да бұрынғы ескі әдетіне басады, сосын қамау, айыптау бәрі жалғасып кетеді дедім. Ол күлді. Иә, шынында да қызық екен деп. Жақсы, көрерміз деді. Енді депутаттар өздері бізге айтты, біз қадағалап отырамыз. Полицияның, басқа да мынандай органдардың Қазақстандағы қуғын-сүргін, қудалау жүргізу мәселесін, адам құқығын сақтау мәселесін, партия құру мәселесін, оны тіркету ең алдыменен. Жалпы заңдардың өзгеруі, осының барлығын көз қарағымызда ұстап тұрамыз, соған байланысты тірліктер жасаймыз деп. Сосын олардың айтқаны, қазіргі айтылған әңгімеге орай, сіздер біздерге нақты фактілерменен осы заң бұзушылықтарды қудалау, қуғын-сүргіндер жөнінде жіберіңіздер, сосын соның негізінде тағы да айтамыз, нақты әрекеттер болады деп. Мінекей, қысқаша айтқанда, біздің евродепуттармен болған кездесудің нәтижесі. Бұл нәтиже екі арада біздің байланыс бар екенін, оның күшейіп келе жатқанын, ол үзілмейтінін, әрі қарай күшейе түсетінін көрсетеді меніңше. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет, Алла жар болсын.